Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен ерекше тағам жаппасай дайындайтын боламыз. Өте дәмді, сүйсініп жейтін тағам. Ол үшін ең алдымен қамырымызды илеп алатын боламыз. Бір жұмыртқаның үстіне кішкене тұз және су құйып, жақсылап шанышқымен араластырып аламыз. Кейін үстіне електен өткізіп ұн қосып аламыз да қамырымызды илеп бастаймыз. Бастапқыда шанышқының көмегімен илейміз, кейін қолымызбен жалғастырамыз. Біздің қамырымыз еттің қамыры сияқты болу қажет, кішкене қаттылау. Нанымызды жақсылап илеп аламыз да бетін жауып демалуға қалдырып қоямыз. Сол уақыт аралығында біз подливамызды дайындаймыз. Қызып тұрған майдың үстіне пиязымызды қосып қуырамыз. Кейін оның үстіне майдалап туралған етімізді қосып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. 10-15 минуттай қуырамыз. Кейін оның үстіне сәбіз және тәтті қызылбұрышымызды қосамыз. Майдалап туралған екеуі де жақсылап араластырып кішкене қуырамыз. Оның үстіне кейіннен картоп, паприка және томат пен тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, жаңа көрерменім болсаңыз, міндетті түрде арнама тіркеліп қойыңыздар және осы видеома лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Кейін картопымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне су құямыз. Суды картоптан кішкене ғана асатындай құйсақ жеткілікті. Және бетін жауып, жартылай піскенше қайнатамыз. Сол уақыт аралығында біз нанымызды жаямыз. Үйі қанып тұрған қамырымызды алып, үстін басып аламыз. Бірінші, кейін осылайынан жақсылап жұқалау етіп жаямыз. Жұқа болғаны жақсы. Кейін оның үстіне сұйық майды құйып аламыз да барлық жеріне жақсылап майды жағып шығамыз. Осылай майлап болғаннан кейін қамырымызды төрт бұрышты етіп кесеміз. Бірінші осылай жолақ етіп кесіп аламыз. Кейін осылай төрт бұрышты етіп, кішкентай етіп барлығын кесіп шығамыз. Біздің қамырымыз осындай жұқа болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай осындай барынша жұқалау етіп жайғандарыңыз дұрыс. Енді жартылай піскен подливамызды жақсылап араластырып аламыз. Кейін оның үстіне осы қамырларымыздың барлығын орналастырып қоятын боламыз. Майланған жағын астына қарай қаратып, барлығын үстіне қойып шығамыз. Егер қамырларыңыз кішкене қалыңдау болса, осындай қалыңдау жерлер болса, кішкене созып жіберсеңіздер болады. Екі қолыңызбен ұстап тұрып, осылай жайлап қана кішкене созып жібересіздер. Сосын барлығын подливамыздың бетіне осылайынан жайып шығамыз. Отымыздың астына ең жайына қоямыз. Баяу ғып қоямыз да, кейін қамырдың бәрін осылай бір-бірінің үстіне қойып барлығын жайып шығамыз. Одан кейін қақпағын жауып, жарты сағат тамағымызды пісіреміз. Жарты сағаттың ішінде біздің тамағымыз дайын болды. Қамырларымыздың барлығы әдемі болып пісті, бір-біріне жабысқан жоқ. Осындай жұп-жұқа болып, барлығы да пісіп шықты. Енді осы піскен қамырларымыздың барлығын екіге бүктеп отырып, тарелкамыздың шет жағына осылайынан орналастырып шығатын боламыз. Өте ерекше әрі дәмді тағам, сізге де сіздің отбасыңызға да ұнайтыны сөзсіз, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздермен күнделікті ерекше дәмді тағамдармен бөлісіп отыратын боламын. Қамырымыздың барлығын осылайынан шет жағына орналастырып болғаннан кейін подливамызға көшеміз. Біздің подливамыз езілген жоқ, картошкасы барлығы әдемі болып пісті. Енді подливамызды осы тағамымыздың ортасына орналастырып шығамыз. Кейін бетіне көк пияз немесе ас көк сепсеңіздер болады. Біздің тағамымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.